жүрші қасымда. Сәлем құрметті достар, сұлу кеңес арнасына қош келдіңіздер. Және осы видеода Истанбул қаласының жаңа әуежайындағы duty free дүкеніндегі қызықты нәрселерді тамашалайтын боламыз. Duty free дүкендері алғаш рет 1947 жылы Ирландия елінде пайда болды. Қазіргі таңда мұндай дүкендер барлық халықаралық әуежайларда бар. Мінекей біз duty freeге келіп қалдық, ендеше менімен бірге жүріңіздер. Ішінде осындай сан алуан нәрселер сатылады. Біздің елімізде жоқ түрлі шоколадтың түрлері бар. Мысалға, осындай әдемі инсталляция жасап қойған. Осындай киндер, бәрімізге белгілі. Бірақ қараңыздаршы, қандай әдемі ойыншықтармен ерекше қораптары бар, осындай компьютердің түрлері бар. Мінекей қараңыздар, бұл жерде осындай үлкен чупа-чупстер бар. Ішінде 15 шақты кішкентай чупа-чупстер. Өте қызық, бағасы 14 евро тұрады. Және мына жерде осындай үлкен тик-так. Тіпті біздің елде бұған дейін мен осындай үлкен қорапта тик-так, міне қараңыздар, ментісте бар екен. Бізде барлығы кішкентай қорапшаларда, ал бұл жерде осындай ерекше үлкен қораптарда сатылады екен. Мінекей мына жерде мармелад, M&M'стің түрі, және де M&M'с осындай сүйкімді қорапшаларда да сатылады екен. Ал баршамызға танымал Milka шоколадының осыншама түрлері бар екен. Мінекей қараңыздар, тіпті осындай сүйкімді, қызық, ерекше ыдыстың ішінде сатылады бұл шоколадтар. Айта берсем, бұл дүкенде ерекше нәрселер өте көп, бірақ мен осы видеоны аяқтаймын. Келесі кездескенше.